Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді болып жасалатын әрі пайдалы тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сары майымызды осылай ерітіп, пісте майды да қолдансаңыздар болады. Мен сары майға жасауды ұйғардым. Сары майды ерітіп болғаннан кейін осылай кішкене фаршты қосып, жақсылап қуырып алдым. Фаршымыз қуырылып болғанша осылай картошкаларымызды кішкентай ұсақтап турап дайындап аламыз. Мен мұнда чеснокты қостым. Қалауларыңыз бойынша чеснок қоссаңыздар болады. Фаршымызды осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін біз тураған картопымыз бен чеснокты қосып, тағы кішкене қуырып аламыз. Неге жақсылап қуырылған картоптың үстінен осылай томатымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мына сары жасымықты жақсылап суға жуып, тазалап дайындап қоямыз. Бізде мына фарштың үстінен тұз, бұрышты қосып, өздеріңіз қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және осы сары жасымауымызды үстінен салып, бір араластырып, суымызды құйып, бұқтырып қоямыз. Сіздерге бір лайфхак. Осындай қалған нандарды сухари қылып жегіңіз келсе, дәл осылай қазанның ішіне салып, қатты отқа қойып, үстінен қалауыңызша тұздың салып, немесе тәтті қылғыңыз құмшекерін салып, немесе паприка қосып, жаңағы сондай салып, дәл осылай қатты қуырып, сухари ретінде қолданып жесеңіздер болады. Міндетті түрде духовкада пісіру емес. Маған бұл әдіс өте ұнады. Духовканы қосып, оны қызғанын күтіп жүрмейсің. Қазанның ішіне осылай тез-тез пісіріп, сухари ретінде жеп қолдануға болады. Міне біздің жас сорпамыз дайын болды. Бұл жарты сағаттың көлемінде тез пісетін тағам. Осылайда іше беруге болады бұл сорпаны. Ал бізге дәл осындай блендермен езілген күйінде ұнайды. Сол үшін блендермен барлығын осылай езіп алам. Міне жасымақ сорпасы осыны бір келкі болып езіліп шықты. Енді осылай кесемізге құйып, әдемілеп, әсемдеп, кешкі асқа ұсына берсеңіздер болады. Бұл өте дәмді тағам, әрі пайдалы тағам. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.